Келесі 6-та 12-ші есеп. Біріншісі x-тың квадраты қосылған бөлімінде x квадрат минус 1. Алымынан x-ті шығарып жібереміз жақса сыртына. Сонда 1 қосылған x қана қалады. Бөлімде формула бойынша x минус 1, x плюс 1 тең. Қосындыларын жой жүреміз, сонда қалды x минус 1 ғана қалады. Екіншісі a минус a квадрат бөлімінде a квадрат минус 1 тең. Енді аны жақшаның сыртына шығарып жібереміз, сонда 1 минус a, ал бөлімде a минус 1, a плюс 1 тең. Енді бір жақшаның ішінен минусты жақша сыртына шығарып жібереміз. Ол дегеніміз, сонда 1 минус адан жақша сыртынан минусты шығарып жіберетін болсақ, минус 1 плюс а ғана қалады. Сонда минус аны бірінші жазып, минус 1 деп жазып алсақ болады. Яғни нау дегеніміз минусқа айналдырғанға маған тең болады екен. Сонда аны жазып қоям, бір минусты ағаны ғана шығарып жіберемін де а минус 1 деп жазып алайық. Бөлімде а минус 1, а плюс 1 тең. Енді минусы бар жақшаларды қысқартып жібереміз, сонда минус а бөлімде а плюс 1-ге тең болады екен. Үшіншісі а минус в-ның жақша сыртында квадраты бөлімінде в квадрат минус а квадрат тең. А минус в-ның жақша сыртында квадраты в минус а, в плюс а бөлімі, қысқаша көбейту формула бойынша. Енді бана біз алдында бірінші есепті ашып алдық қой, дәл солай минуспен ашып аламыз. Сонда минус в минус а-ның жақша сыртында квадраты болады. Бөлімде в минус а, в плюс а деп жазылады. Енді қысқартамыз. Мынаның квадраты мен мынаның өзі толыққанда кетеді. Сонда минус в минус а алымында бөлімде в плюс аға тең болады екен. Келесі төртіншісі бізде m квадрат минус n-ның квадраты бөлімде n плюс n-ның квадраты тең. Алым формулаға саламыз. m минус n, m плюс n бөлімі n плюс m-ның жақша сыртында квадраты. Квадратымен бір жақшамыз жойылады, сонда m минус n, n плюс m-ға тең болады екен. Келесі 6-та 13-ші есеп. Біріншісі а квадрат минус 1 бөлімінде 1 минус а тең. Алымның қысқаша көбейту формуласы бойынша ашамыз. а минус 1, а плюс 1 бөлімінде 1 минус а тең. Енді а минус 1-ден жақша сыртына минусты шығарып жібереміз. Сонда бізде нәтижесі минус 1 минус а-ны а болады. А плюс 1-дің өзін жазып қоямыз. Ал бөлімінде 1 минус а-ның өзі қалады. Сонда жой жіберетін болсақ, бізде қалды минус а плюс 1-дің өзі ғана қалады. Жақшаны ашып жіберсек болады, немесе дәл осылай қалдырсақ болады екен. Екіншісі m минус n бөлімінде m минус n-ның квадраты. Енді минусты жақшаның сыртына шығарып жібереміз. Минус n азайтылған m болады. Бөлімінде n минус m-ның жақша сыртында квадраты. Квадратымен жойылып кетеді. Сонда минус 1 бөлінген n азайтылған m-ның өзі ғана қалады екен. Үшіншісі x қосылған 1-дің жақша сыртында квадраты бөлімде
x квадрат минус 1 тең. X қосылған 1-дің жақша сыртында квадраты x минус 1 x плюс 1 тең. Квадратымен мынау жойылып кетеді, сонда x қосылған 1 бөлімде x минус 1 ғана қалады екен. Келесі, төртіншісі a квадрат минус 1 a минус 1-дің жақша сыртында квадраты. Алым формулаға саламыз, a минус 1 a плюс 1 бөлімде a минус 1-дің жақша сыртында квадраты. Квадратымен мынау жақшамыз жойылып кетсе, a плюс 1 a минус 1-ге тең болады екен. Келесі 6-14 есептің біріншісі. a квадрат қосылған 2ab қосылған b квадрат бөлімінде a квадрат минус b квадрат тең. Алымы бізде қысқаша көбейту формуласы a қосылған b-ның жақша сыртында квадраты. Бөлімін a минус b, a плюс b деп жақшаны ашамыз. Сонда квадратпен жақшамыз жойылып кетеді, a плюс b, a минус b-ға тең болады. Екіншісі x квадрат минус 2x қосылған 1 бөлімінде x квадрат минус 1 тең. Енді x минус 1-дің жақша сыртында квадраты. Бөлімде x минус 1, x плюс 1 тең. Мынамен мынау жойылып кетеді, сонда x минус 1, x плюс 1 болады екен. Одан кейін үшіншісі 3a квадрат минус 6ab плюс 3b-ның квадраты. Бөлімінде 6a квадрат минус 6b квадрат. Енді алымынан жақшаның сыртына 3-ті шығарып жіберейік. Сонда a квадрат минус 2ab плюс b квадрат. Бөлімнен 6-ны шығарып жіберейік. a квадрат минус b квадрат. Енді тең. 3-тің өзін жазып қоямыз. Немесе осы жерде қысқаша бұдан кейін қысқарта берейікші. a минус b-ның жақша сыртында квадрат. Ал бөлімде 6 деп жазайық та, a минус b, a плюс b деп екінші жақшаға жеткіземіз. Сонда мынамен мынау жойылып кетті. Мынамен қысқартамыз 1, 2, сонда a минус b алымында қалады, бөлімде 2 a плюс b ғана қалады екен. Келесі төртіншісі. Төртіншісі мынау. 5m-нің квадраты қосылған 10mn қосылған 5n-нің квадраты. Бөлімде 15m-нің квадрат минус 15n-нің квадраты тең. Енді осы жерден 5-ті жақшаның сыртына шығарып жібереміз. Одан кейін қалды бізде m-нің квадраты қосылған 2mn қосылған n-нің квадраты. Ал бөлшектің бөліміне 15 шығарып жіберетін болсақ, m квадрат минус n-нің квадраты. Енді осы жерден бірден жойып жіберейік. 3-ті жазып қоям. 1 бөлінген 3 дейін. Немесе бөлінген жазбай қойсақ та болады. Алында мына болады енді. m плюс n-нің квадраты. Бөлімінде m минус n, m плюс n қалады. Тең. Енді мынамен мынау жойылып кететін болса, m плюс n 3m минус n ғана қалады екен. Келесі 6-15 есеп. Біріншісі x куб қосылған y куб бөлімінде x квадрат минус y квадрат тең. Формула бойынша ашатын болсақ, x қосылған y
екінші шақшамыз x квадрат минус болады, xy плюс y квадрат болады. Ал бөлімін формулаға келтіретін болсақ, x минус y, x плюс y болады. Плюстарды жойып жібереміз да, алдында қалды бізде x квадрат, азайтылған xy қосылған y квадрат бөлімінде x минус y қана қалады. Екіншісі, m-нің кубы минус n-нің кубы бөлімінде m-нің квадраты минус n-нің квадраты. Жақшаны ашайық формула бойынша m минус n. Ал екінші жақшасының бәрі плюс болады бізде. Яғни m-нің квадраты плюс mn плюс n-нің квадраты. Ал бөлімде m минус n, m плюс n. Мынау жойылып кетеді, бізде қалды m-нің квадраты қосылған mn қосылған n-нің квадраты бөлімінде m плюс n. m плюс n ғана қалады екен. Келесі үшіншісі. 2a куб минус 2v куб бөлімінде 5a-ның квадраты минус 5v-ның квадраты. Алынан екінің жақшаны сыртына шығарып жібереміз. a куб минус v куб қалады. Бөлімнен 5-ті шығарып жіберетін болса, a квадрат минус v квадрат қалады. Тең. Екіні шығарып жібереміз. Еніден формулаға саламыз. Формула бойынша a минус v, a квадрат плюс av плюс v квадрат болады. Ал бөлімінде 5-тің өзін жазамыз. a минус v, a плюс v. Минустармен жойылып кетеді. Сонда қалды бізде 2a квадрат қосылған av жылан v квадрат бөлімінде қалды 5a плюс v ғана қалады екен. Келесі төртіншісі. 3π-дің квадраты 3q-дің квадраты бөлімінде 6π куб қосылған 6q-дің үшінші дәрежесі. Енді 3-ті жақшаның сыртына шығарып жібереміз. Пи квадрат минус q квадрат қалады. Ал бөлімі бойынша 6-ны шығарып жіберетін болса, пи q қосылған q-дің үшінші дәрежесі. Мынамен қысқартып жіберсең 2 болады. Сонда алымда пи минус q, пи плюс q-дің өзі. Бөлімінде формулаға салатын болсақ, пи плюс q, пи-дің квадраты азайтылған пи q қосылған q-дің квадраты. Тең. Сонда мынаны жойылып кетеді. Пи азайтылған q бөлімінде 2, мына жерде 2-міз бар. 2 пи квадрат минус пи q қосылған q квадратқа тең болады.